Құрметті отандастар, жерлестер және әріптестер, сіздерді ұлық мереке Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі, тәтті халқымызға бақ қонып, кетпесін туған жердің берекесі. Дорогие друзья, пусть независимость нашей страны, имеющей голубой флаг, будет такой же достойной и величественной, авторитетной и процветающей, как сегодня, гармоничной и сплоченной. Читает ученик 10 класса школы номер 10 при учреждении АК-159/7 осужденный Досмагомбетов Асылбек Олжабаевич. Шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың. Жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірімнен мен едім ғой сұрағаның. Сондықтан да жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасындамын. Өлмеймін мен өзімдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын. Байырғы берекеңді қашырмағын. Мен сені қанықпын ғой көз жасына. Өзім кепіл тот басып тоз басыма. Екі жыр жазсам саған бірін арнап. Шеше деп жаздым сөз басына. Тәңірім кеше көрсің кесірімді. Аспанға жазам сенің есіміңді. Шеше, сен бақыттысың, тербетің. Құратардай иелген бесігім.